Нағыз ұбт тапсырған болатынмын. Қорқыныш болды ма, қандай сұрақтар келді, қанша балл алдым, уақыт аз болып қалды. Теориядан бұрын келіп жүрген сұрақтар келмеді. Көргенде қатты қуандым, өте оңай сұрақтар болды. Ол бұрыннан келіп жүрген. Және де тағы бір қуантатыны екінші мүмкіндігімнің бары. Бәріңе сәлем, менің атым Ақнар, 2021 түлегімін. Мен 14 мамыр күні нағыз ұбт тапсырған болатынмын. Сол жайлы сіздерге айтқым келеді, видеоны соңына дейін қара. Мен алдыңғы видеода қалай барғаным туралы, оның алдында қалай дайындалғаным туралы айтқан болатын. Сол видеода бір күн бұрынғы влог түсірген болатынмын. Енді бұл видеода аудиторияға кіргеннен бастап қалай болды, қорқыныш болды ма, қандай сұрақтар келді, қанша балл алдым, соның барлығын айтатын боламын. 14 мамыр күні 9:00-де басталады деп жазылған, 8:00-де кіргізу басталды. 8:30-да бізде бастауға рұқсат берді. Бірден бастап кеттім. Наурыз ұбт-дағыдай өте тез кіріп кеттік. Тексеруі өте тез болды. Алдында айтқан болатынмын, барлығы электронный болғандықтан өте тез, тиімді болады. Бұл жолы қатты қорқыныш болмады, алдындағыдай дірілдемедім. Бәріне үйренгенмін. Енді бұл жолы оқу сауаттылығынан бастадым. Мен алдыңғы видеода айтқанымдай тарихтан бастаймын, қалай беріледі маған солай бастаймын дегенмін. Бұл жолы оқу сауаттылығынан бастадым, себебі мен әрқашан 19 балл жинаймын, 20-ға мүлде жетпегем. Енді 1-2 рет болған шығар, бірақтан өте аз және де қана пробныйда 20 баллға жеткен шығармын. Сондықтан да мен 20 алғым келді. 20 алдым, бірақтан көп уақытым сол оқу сауаттылығына кетіп қалды. Жарты сағаттай сол оқу сауаттылығына кетіп қалды. Мен білмеймін не үшін өте жай оқығанымды, неге өте жай істегенімді. Сол көп уақытым соған кетті. Соның кесірінен дейін ба, білмеймін, барлық сұрақтарды қайталап шығамын ғой. Бір қарап шығу керек, соған уақыт аз болып қалды. Келесі пән тарих пәні. Мен бірінші тарих пәніне жауап беріп жатқам, сосын есіме түсіп кетті, бірінші оқу сауаттылығынан бастайыншы деген. Сөйтіп оқу сауаттылығына кетіп қалдым, сосын қайтып тарихқа оралдым. Тарихты бірден көргенде қатты қуандым, өте оңай сұрақтар болды. Және де 1-2 сұрақтар болды. Мені ойландырған, бірақ оларға логиканы қосып, сөйтіп дұрыс жауап беріп шықтым. Соның арқасында 15 балл жинадым. 15 баллдың 15-ін жинап шықтым, өте керемет. Мен наурыз ұбт-да 13 балл жинағанмын. Әрқашан сол 15 баллды нағыз ұбт-да жинағым келіп жүрген болатын. Сол 15 баллды жинадым осы жолы. Айтпақшы, тарихтан жаңа бағдарламаның сұрақтары келмеді. Яғни 10-11 сыныптың сұрақтары маған келмеді. Басқаларға да ондай келіп жатқан жоқ секілді. Математикалық сауаттылықта 14 балл алдым. Барлығы бұрыннан келіп жүрген сұрақтарға ұқсас сұрақтар, тек қана сөздері, сандары басқаша болып келеді. Сол бір шығару жолымен шығатын есептер, қиын есептер келеді, геометрияның күрделі формулалары бар деген сияқты сөздерге мен өз басым сенбеймін. Ондай болуы мүмкін емес деп ойлаймын. Менің ойымша, кейбіреулер математиканы математикалық сауаттылықпен шатастырған секілді, білмеймін. Маған ондай өте қатты қиын есептер келмеді. Барлығы өзіміздің шығарып, өзіміздің дайындалып жүрген есептер. Сондықтан да жақсы балл алып шықтым. Таңдау пәндері математика, физика, екеуінен де 38 балл алдым. Мен негізі көп балл күткен болатын, бірақтан мен үшін аз балл болып шықты, бірақтан көңіл күйімді түсірмедім. Ең қиыны сол таңдау пәндер болды, математика, физика. Математикадан бастаса, маған қиындық тудырғаны комплекс сандар және 3 дәрежелі теңдеу шешу болды. Соларға мен мүлде дайындалмадым деп айтсам да болады. Сондықтан да сол сұрақтардан мен қиналдым. Енді келесі екінші мүмкіндігім бар. Сол кезде сол сұрақтарға дайындалып барамын. Маған дифференциал теңдеулер мен тригонометрия мүлде келмеді. Басқаларға келіп жатқан барлықтарын білесіңдер, сондықтан да барлық тақырыпқа бірдей дайындау қажет. Және де бір тақырып аз келді, бір тақырып көп келді деп ондай сұраудың да қажеті жоқ, себебі саған қандай сұрақтар келетіні белгісіз, сондықтан да барлық тақырыптарға бірдей дайындау. Яғни мектеп бағдарламасының тақырыптарына дұрыстап дайындалсаң жеткілікті. Және де мен шығара алмаған есептер болды.
жаңа айтқан тақырыптардан және де бірнеше есептер болды, мен мүлде шығарамадым деген. Енді оларды түйсікке сені сөйтіп белгілеп жібердім. Менің екінші таңдау пәнім физика. Мен физикадан бұған дейін де теориядан қатты қиналатынмын. Бұл жолы да сол мені қинады. Теориядан көп қиналдым. 5 балл болу керек, теориядан кетті. Ол анық нәрсе. Теориядан бұрын келіп жүрген сұрақтар келмеді. Алдыңғы видеомда айтқан болатын, бұрын сұрақ болып келіп жүргенде енді жауап болып келеді, немесе жауаптардың ішіндегі дұрыс емес нұсқа енді сұрақ болып келеді деген секілді. Сондықтан да барлығын қамтып ізденісте болу қажет. Мен өзім қатты қуанғаным, бұрын оқулықта оқыған сұрақтарым келді. Соларға дұрыс жауап бере алдым, бірақ кейбіреулерінен шатастым. Транзистор, трансформатор деген нәрселерді бір-бірінен көп шатастырдым. Соның кесірінен 1-2 балым кетті теориядан. Контекстте белгісіз планета деген сұрақ келді. Шарик туралы, ол бұрыннан келіп жүрген, сондықтан да іздеп тауып алсаңдар болады. Қалғаны енді 1-2 есептен қате кетуі мүмкін шығар. Сонымен 38 балл жинадым. Айтпақшы, математикадан контекстте менде кеңістіктегі векторлар туралы сұрақ келді. Сол сұрақтан 2 сұрағынан қате кетті. Сондай кішкентай нәрселерден қате жіберіп, таңдау пәндерден 14 балл жіберіп алып тұрмын. Мен тестті аяқтау дегенді баспадым. Соңына дейін отырдым, соңғы секундына дейін отырдым. Сонымен барлығын айтсам 125 балл алдым. Мен негізі бұдан көп күткен болатын, бірақтан көңіл күйімді түсірмедім. Өйткені тағы да бір мүмкіндігім бар, соған жақсылап дайындалатын боламын. Айтпақшы, осы 1 айма қалды ғой, тағы бір мүмкіндігіме айтып қойып. Сол мүмкіндікке мен бұл жолы физикадан оқулықтарды оқимын дедім. 10-11 сыныптарды оқулықтарын оқып шығамын, және де математикадан да сол 10-11 сыныптардың оқулықтарын оқып, жаңа бағдарлама бойынша тағы да бір дайындалып шығуым қажет. Сол. Аудитория ішінде бізде 1,5 сағат сайын үзілістер болып тұрды. Үзіліс кезінде далаға шықпадық, жай ғана орнымызда отырдық. Жан-жағымызға қарауға болмайды, жай ғана отырып 3 минут, кейде 15 минут сөйтіп демалып алдық. Мен ондай көп демалмадым, жалғастыру дегенді басып, ары қарай жалғасып кете бердім. Аудитория ішінде техникалық қателіктер көп болды, өйткені бүкіл Қазақстан бойынша болып жатқандықтан қателіктер болды. Кейбіреулердің компьютері сөніп қалып сөйтіп болып жатты. Одан кейін беті ағарып кете берді, дұрыс шығармай тұрды. Ол бүкіл Қазақстанда болып жатқандықтан, бір сайтты ашып отқандықтан, ондай міндетті түрде болады. Сондықтан да оған жай ғана сабырлықпен қарау керек. Ал менің компьютерімде ондай қату болмады, тек қана 1-2 рет беті ағарып кетті. Одан кейін қайта орнына келді өзімен өзі. Сондықтан да қатты қорқудың, шошудың қажеті жоқ. Және де мен соңғы болып шықпадым, мен шықтым, одан кейін тағы да бір қыз ба, 2 қыз ба шықты. Енді әркімнің уақыты әртүрлі болады ғой. Мен шыққан кезде бір қыз жылап жатты. Айтпақшы, мен өз сыныптастарыммен бірге тапсырмадым. Менің сыныптастарым сол күні түстен кейін тапсырды, ал мен таңертең тапсырдым. Менің қасымда ешкім танымаймын, сондықтан да бір қыздар жылап жатты. Ол біздікі емес енді. Ол не үшін жылап жатты деген, менде ондай қатты жылау деген ештеңе болмады. Ішімде сондай бір азалып қалғанымды біліп тұрмын өзім үшін. Енді мен бұдан да көпке жетем деп ойладым. Бірақтан азалып қалдым, бірақтан оған бұла көңіл күйімді түсірмедім. Барлығы қолдап жатты, сондықтан да көңіл күйім керемет болды. Қазір де керемет. Сол. Және де тағы бір қуантатыны, екінші мүмкіндігімнің бары. Енді соған дайындауға көп күш жұмсайтын боламын. Менің қалай дайындалғаным саған қызық болады деген ойдамын. Осы видеоларды қарасаң болады, осы плейлистті қарасаң болады. Соның ішінде менің өзімнің видеоларымда қалай дайындалғаным туралы айтамын. Мен әлі толықтай айтпадым, және де нағыз ұбытты әлі
алда тағы да бір мүмкіндігім бар. Соған дейін де біраз видеолар болады, қалай дайындап жатқаным туралы тағы да видеолар түсіретін боламын. Және де келесі видеоны сұрақ жауап қылғым келеді. Қандай да бір сұрақтарың болса, комментарийға жазсаңдар болады. Арнама тіркелуді ұмытпа. Осы жерді басып, менің арнама тіркеле аласың. Келесі видеода кездескенше сау бол.